Президенттік жастар кадр резерві мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей бастамасы. Бұл бастама дарынды, бастамашыл еліміздің дамуына бей-жай қарамайтын жастарды мемлекеттік қызметке тартуға бағытталған. Түркістан қаласындағы Ұлы Дала елі орталығында президенттік жастар кадр резервіне іріктеу тәртібі түсіндірілген жиын өтті. Онда қандай мәселелер сөз болды, жастар кадр резервіне кімдер іріктеп алынады? Тілшіміз тарқатсын. Бірінші қыркүйектен бастап президенттік жастар кадр резервіне жаңа іріктеу басталды. Талантты жастар үшін пәрменді әлеуметтік баспалдақ болып табылатын жария президент бастамасына жас шамасы 35-тен аспаған, жоғары білімі және 5 жылдық еңбек тәжірибесі бар қазақ тілін меңгерген ер азаматтары үміткер бола алады. Резерв мүшелерімен кездесу кезінде Қазақстанға қоғамның талап тілегіне дұрыс, тиімді және әділетті жауап беретін мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі керек деген еді. Сонымен қатар президенттік кадр резервінің әрбір мүшесіне ел дамуына тың серпін беретін жаңа идеямен, нәтижемен жұмыс істейтінін күтетіндігін жеткізген. Яғни мемлекет дамуына тың серпін беру деген ол жастардың мемлекеттік басқару ісіне белсене араласуынан шығады. Бұл жолғы іріктеу 6 кезең бойынша жүргізілмек, ал одан мүдірмей өткендер резервке ене алады. Мәселен, жоғары әкімшілік және жоғары лауазымдарға бос орын шыққан жағдайда президенттік жастар кадрлық резервінде тұрған тұлғалардың кандидатуралары қаралады. Осылай бағыт-бағдар беруге арналған шараға бұған дейінгі іріктеуден өткендер де қатысты. Өз кезегінде бұл да жастарға зор серпін берді. Мысалы, өзім білім саласында жұмыс жасағандықтан, мұғалім болып бастағанмын, және де шахматшы болғандықтан өзім әлеуметтік салада жұмыс жасағанды жөн көрдім. Білім және спорт саласынан өкінішке орай ұсыныстары түскен жоқ болды. Бірақ министрлік тарапынан, білім министрлігінен маған нақты ұсыныс жолдады. Мен бірінші осы білім саласында мектепке дейінгі мониторинг басқарма басшысы болып бардым. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге өтінімдерді ПК Резерв.Гов сайты қабылдайды. Айта кетерлігі, өтінімді 30 қыркүйекке дейін беріп үлгеру керек. Сала мамандары мұндай шешуші кезеңде жауапсыздық танытпау керектігін айтады. Өйткені бақ сынайтындар қатары көп. Мәселен, алдағы кезеңде 13 мың адамның ішінен 300 адам ғана таңдап алынса керек. Аружан Арманқызы, Балым Әлішер, Түркістан 24.